Ақсорпа. Ақсорпа деген. Иә. Не ол? Бұл ақсорпа деген, мысалы мен мына қайнатқанда сиырдың жілігі, жылқының бір жілігі, қойдың бір-екі жілігі, омыртқа қабырғаларын қостым. Тек қана сүйекті қайнатасың. Мен 18 сағат қайнаттым. Неке. Бұрын әжелеріміз қайнататын. Қазір мен сән берейін, иә? Мынадай болып қатып қалады. Мен біреуін алам да 10 күн, 15 күн ішем. Неке, мына сорпасы, мына жерде майынан қосайын. Мынаны саған қазір жылтып берейін. Осылай сосын... Мынау қазір сорпа болып кетеді ма? Мына сорпа болып кетеді. В общем, 18 сағат қайнатасың. Бірінші бетінің көбігін алып тастайсың да, жығырлатып қана қайнатасың. 18 сағат бойы. Содан кейін сүзіп аласың, сүйегінің бәрі шашылып кетеді, сіңірінің бәрі еріп кетеді, майының бәрі шығып кетеді. Бұл 1001 ауруға ем дейді. Баяғыда бұны әжелеріміз ақсорпа деп айтатын. Қыстай соғым жейміз ғой, соның жіліктерінің барлығын қандай мал болса да жинайтын қапшыққа. Сөйтіп көктемде апрельдің аяқ жағы ғой деймін, өйткені сенбілік сондай басталатын бізде. Сол кездерде далада қазан тұрады, ошақ, соған бүкіл сүйектерді салады да қайнатады. Олар 7-8 сағат қайнатады. Сосын бүкіл көрші қолаң бала шағаны жинап алып, сол сорпаны біз дымымыз қалмай ішеміз, аппақ болып кетеді. Сосын біраз күннен кейін жүреді да тағы көршіге бір қайнатады. Сонда қыстағы сүйектің бәрін тастамайды. Сонда көктемде ішкізеді, бұл ауруға ем екен. Мен үзбей істеймін негіз бұл сорпаны. Мен базардан алам. Базарда суп набор деген болады, барсаңдар. Сол 18 сағат қайнатамын да, менде осыменен толып шығады ылғи. Осыны мен где-то бір 10 күн, 12 күн ішем. Бірақ екінші рет мынадай болып қатып қалады ғой. Холодильнигің жақсы болса, қатыратын болса, морозилке салып керек жоқ. Екінші рет ысытқан кезде қайнатпайсың, қайнатуға дейін ғана жеткізесің. Қайнатуға болмайды. Сол үшін осылай қарап тұрасың. Жібітеміз ғой ме? Иә, ыстасын. Ыстып. Қаста ыстып қана. Бұл буын ауруға күшті. Бірінші, екінші ішкен күні, алғашқы ішкендер сөйтіп айтады, менен бұрыннан ішіп жүрмін, ішіміз жүрді деп айтады. Яғни запорға да жақсы деген сөз. Ішкі құрылысқа, бұның ішінде цинк де бар, бұның ішінде кальций де бар, D3 де бар. 18 сағатта өзің ойлаш, сүйектің бүкіл витамині шығады. 18 сағаттан кем қайнатпау керек. Кейбіреулер ерінбей 24 сағат қайнаттым дейді. Менің өзім ертеңгісін сағат 5-те салып қоямын. Қайнайым дегенше 6 болады. Кешкі сағат 6-да 12 сағат, түнгі сағат 12-де 18 сағат болады. 18 сағатта сол алып тастаймын. Алып, бірден сүзіп аламын. Неке, кәдімгі сорпа көрдіңдер ме? Мен бұны қайнатпаймын енді. Бұны күнде ішуге бола ма? Іше бересің күнде. Бірақ бір кеседен артық ішпейсің. Бұны анадай тойып үлкен кесеменен ішпейсің. Бір кесе жеткілікті. Яғни сенің коллагенің де керек емес, ештеңе де керек емес. Коллагеннің де керек жоқ. Сосын сорпа деген рахат қой. Әсіресе үлкен кісілерге, буын ауруларға. Осыны ішіп, жазылып, көп ауруда жазылған адамдар да бар. Бізге енді таңсық емес, біз ылғи қайнатамыз. Үнемі қайнатамыз, біз үйдің қыздары да қайнатады. Біреуімізде болмай қалса, маған бер жіберші ақсорпаңнан дейміз. Анадай қатып жатыр ғой. Мешокқа салып бер жібереді. Жылытып іше саламыз. Сосын тоқ жүресің күшті. Ал мәшік көр. Саған берейін. Қатты ысытқан жоқпын. Көрші басқа сорпадан айырмашылығы бар ма? Күшті ма? Как раз тамағым ауырып тұрады. Рахаттанып ішем ғой мен. Осын бір 6-7 күн бір жаққа шығып кетем ғой. Осы сорпаны іздеймін ғой. Ерінбеңіздер, қыздар, келіншектер. Базарға барсаңдар, мен кейде 500 теңгеден алам, кейде 700 теңгеден алам. Еті жоқ жіліктерді. Апарзан. Алып қайнасаңда, көп қылып қайнасаң тіптен жақсы. Тұзын қатты салмаңдар. Ол тұра береді. Кейбіреулер кішкентай қылып контейнерге салып, мешокқа салып аузын болады да, морозилке қатырып тастайды. Оның артынан қалай жібітеді дейсің? Мынадай ыдысқа суды қайнатады да, қайнаған суға мешогымен салып қояды. Өзі ып-ыстық болып ереді. Сөз тез жібереді де кесеге құйып. Осы мінеке, мынадай кесеменен бір кесе жеткілікті. Үйдегі аталарға, әжелерге, мама-папаларға берсеңдер керемет енді. Аяғым ауырып жар, қақсап дейді ғой.